7 желтоқсанға арналған жылды жорамал. Тоқты, күннің бірінші жартысында қиялға ерік бермеуіңіз маңызды болмақ. Барлық нәрсе ойлағандай оңай бола бермейді. Асығыста жасаған үкімдеріңіз қате болып шығып жатады. Өзіңіз сенім артатын адамдардың тәжірибелеріне жүгінуіңізге болады. Бүгінгі күні олар көптеген пайдалы кеңестер айтуы мүмкін. Күрделі сұрақтарды да қоюдан еш қысылмаңыз. Бәлкім, сол сұрақтарға жауап бере алатын адамдар болып қалар. Күннің екінші жартысында неге басты назарды бұру керектігі түсініктірек болып, осының арқасында сәттіліктерге қол жеткізе аласыз. Сіздің достарыңыз бен жақын адамдарыңыз сіздің жаңа бастамаларыңызды қолдайды. Кешкі уақытта қандай да бір отбасылық мәселелерді отбасындағы адамдармен талқылауға болады. Торпақ, шешімді әрекет ете біліңіз. Бұл күн барынша сәтсіз басталуы мүмкін. Алайда жағдайды жақсы жаққа бұруға сіздің шамаңыз жетеді. Тәжірибелер жасаудан еш қорықпаңыз. Жаңа нәрселерді бастап көріңіз. Сіздің қолыңыздан бұның барлығы келетініне күмәніңіз болмасын. Аяқ асты пайда болған шаруаларыңыздың себебінен жоспарланған шаруаларыңызды кейінге қалдыруыңыз мүмкін. Тек қана өзіңіздің күшіңізге сенім артыңыз. Сонда ғана өзіңізді бос әурешілік пен жағымсыз жағдайлардан сақтай аласыз. Күннің екінші жартысында жақын адамдарыңызға уақыт бөлуге тырысыңыз. Олармен сөйлесу сіз үшін барынша жағымды болады. Сонымен қатар көптеген маңызды нәрселер жөнінде де сөйлесе аласыз. Егіздер, маңызды жұмыстар үшін бұл күн барынша қолайлы. Бұрын қолға алуға жүрексінген әрі күрделі сұрақтары болған шаруаларды еш қорықпастан қолға алуға болады. Сіз аса мұқиятсыз және байсалдысыз. Бұл айналаңыздағы адамдарға ұнайды. Көп адамдар сізге қолдау көрсетіп, тіпті кейбірімен жаңа серіктестікті бастап кетуіңізде ғажап емес. Бұл серіктестіктің ұзақ уақытқа созылуы әбден мүмкін. Бүгінгі күні жоспарлау барысында сәл тынығып алуға уақыт бөліп қоюды ұмытпаңыз. Сізге ара-тұра күшіңізді қалпына келтіріп тұру керек. Кей жағдайларда бұл үшін жалғыз қалып, үнсіздікте болып, өткен уақытта орын алған оқиғаларды ой елегінен өткізуге болады. Айналаңыздағы адамдар мұныңызды түсіне бермеуі мүмкін, алайда олармен ұрыс жағдайының орын алуы екіталай. Шаян, күннің бірінші жартысында қандай да бір түсінбестік пен кішкене қиындықтар орын алады. Бұлардың еш қайсында жүрегіңізге жақын қабылдамауға тырысыңыз. Сәтсіз жағдайлардың ағынына өзіңіздің көңіл күйіңіздің түсіруіне жол бермеңіз. Айналаңыздағылармен сөйлесу әдеттегіден қарағанда сізден барынша төзімдірек болуды талап етеді. Өзіңізді өзгелердің ашуландыруына да жол бермеуге кеңес береміз. Жағымды өзгерістердің күші уақыт өте келе күшейе түсетін болады. Өзіңізді шешімді әрі батылырақ ұстап, келген мүмкіндіктердің бірін де осыңыздан жіберіп алмаңыз. Жауапты сәттерде жаныңызда сізге қолдау көрсететін адамдардың болатынын ұмытпаңыз. Арыстан, мазасыз, көптеген оқиғаларға толы десе де сәтті күн болғалы тұр. Бір уақытта бірнеше шаруалармен айналысуға дайын болыңыз. Осындай бағдардың арқасында жоспарланған нәрседен де көп нәрсеге қол жеткізіп үлгересіз. Ескі тәжірибелеріңіздің де пайдасы тиіп қалуы мүмкін. Осының арқасында тәжірибе жасауға көп уақытыңызды шығын етпейсіз. Сіз қалай әрекет етіп, қажетті нәтижеге қалай қол жеткізу керектігін жақсы түсінесіз. Жақын адамдарыңыздың біріне қатысты жақсы жаңалықтар келіп түсуі мүмкін. Келіп түскен ақпарат сіздің жоспарларыңызға әсер етіп, сізге дұрыс бағдар жасауға мүмкіндік беретін болады. Бикеш, бүгінгі күн аса қарапайым болмайды, алайда бұл күнді барынша жемісті қылып өткізуге бикештердің қауқары жетеді. Күнді ең маңызды шаруаларыңыздан бастағаныңыз жөн. Алғашқы жетістіктерге жылдам қол жеткізетін боласыз. Бұл жетістіктеріңіз сізге шабыт беріп, алға әрекет етуге талпынысыңызды күшейтеді. Ұзақ уақыт бойы бас қатырған сұрақтарыңызға жауап та табатын боласыз. Ескі байланыстарыңызды қайта қалпына келтіруге де мүмкіндік бар. Бұрындары өте жақсы серіктестік қарым-қатынастарда болған және жақсы дос болған адамдарға өзіңізді естеріне түсіріп қоюдан қысылмаңыз. Кішігірім сауда жасауыңыз сәтті болып, тіпті бұларды жоспарламасаңыз да ойыңыздан шығатын кішігірім саудамен өзіңізді қуантатын боласыз. Таразы, ерекше, күтпеген сәтті сәйкестіктерге толы қызықты әрі жемісті күн болғалы тұр.
Сіз әрбір жағымды сәтті дұрыс қолдана біліп, әрбір мүмкіндікті уысыңыздан шығарып алмауға тырысасыз. Осының арқасында көптеген маңызды шаруаларыңызда жақсы сәттіліктерге қол жеткізесіз. Сізге қолдауы алдағы уақытта да қажет болатын адамдармен сөйлесе аласыз. Өзіңіздің идеяларыңыз бен жоспарларыңыз жөнінде айтудан еш қысылмаңыз. Осыдан кейін олардың тарапынан қолдауға ие болуыңыз да мүмкін. Күннің екінші жартысы білімге, ақпараттарды сараптап, талдауға барынша қолайлы мүмкіндік береді. Сіз көптеген маңызды нәрселер жайында біліп, біліміңізді жетілдіре түсесіз. Саршаяндар үшін бұл күн жемісті болмақ. Көптеген шаруаларды жақсартындыруға болады. Сіздің жұмыстарыңыздың талқыға түсіп жататынын байқамай да қаласыз. Есесіне сіз қалаған нәтижеңізге оңтайлы қол жеткізесіз. Сізбен ортақ мақсаттары бар адамдарды табу оңайға түседі. Олармен бірігіп жұмыс жасау жағымды болып, тіпті тек қана серіктес болып қана қоймай, жақын әрі адал доста болып кете аласыздар. Туыстарыңызға немесе ескі таныстарыңызға қатысты жағымды хабарлар келуі мүмкін. Отбасылық шаруаларды да талқылауға мүмкіндік болады. Кешкі уақытқа қарай сіз қай жерде шалыс басқаныңызды түсініп, жіберген қателіктеріңізді түзететін боласыз. Мерген, жаман күн емес. Бүгінгі күн аса бір керемет жеңістер, сәттіліктер әкелмегенімен, уақытты жақсы өткізіп, шаруаларыңыздың бір тұтас бөлігін шеше аласыз. Рет-ретімен әрекет етуге тырысыңыз. Бірнеше шаруаны қатар атқару сіз үшін тым ауырға соғуы мүмкін. Жауапсыз, жеңілтек адамдармен сөйлесуден аулақ болыңыз. Бүгінгі күні олардың сізге залалы тиіп кетуі мүмкін. Күннің екінші жартысында сізге жақын адамдарыңыздың қолдауы қажет болады. Олар сізге қолдау көрсетеді, алайда бірден емес. Оларға өзіңіздің басыңыздағы жайды бүге-шүгесіне дейін айтып беруіңіз керек. Сол себепті жақын адамдарыңызға барынша ашық болып, шынайы болғаныңыз жөн. Тауешкі, сәтті күн, бірнеше жақсы идеяларыңыз пайда болады. Оларды есте сақтауға тырысыңыз, себебі алдағы уақытта бұл идеяларыңызды жүзеге асыра аласыз. Серіктестік немесе ортақ әрекет ету жөніндегі аяқ асты ұсыныстардың да түсуі ғажап емес. Жауап беруге асықпаңыз. Барлығын жақсылап ойланып алуға сіздің уақытыңыз жеткілікті. Дұрыс шешім қабылдау үшін сенімді адамның кеңестеріне де жүгінуге болады. Күннің екінші жартысында өзіңізге қымбат адамдармен сөйлесуіңізге мүмкіндік бар. Олармен ортақ тіл табу сіз ойлағаннан да оңай болады және сөзге келіп қалу сынды жағымсыздықтардың орын алуы екіталай. Кешкі уақытқа қарай романтикалық сезім білдіру жағдайы орын алып жатса таңғалмаңыз. Суқойғыш, егер уақытыңызды босқа жұмсамайтын болсаңыз, бүгінгі күн жемісті өтеді. Интуицияңыздың кеңестеріне мұқият құлақ асыңыз. Соның арқасында бұрындары алға қойған мақсаттарыңызға жетіп, тіпті жаңа мақсаттарыңыздың өзінде де сәттіліктерге қол жеткізіп, орын алған проблемаларды оңтайлы шешесіз. Кей жағдайда жақсы идеяларыңыз тек қана сізге ғана емес, сіздің жаныңыздағы адамдарға да жақсы әсерін береді. Бұл орайда ойлағаныңызды жүзеге асыруға болатын мүмкіндікті осыңыздан шығарып алмас үшін жаныңыздағы адаммен дер кезінде бірігуіңіз керек. Қандай да бір сізге маза бермеген жұмыстағы және тұрмыстағы мәселелерді шешуге мүмкіндіктер болады. Бұл орайда сізге жақындарыңыздың немесе ескі таныстарыңыздың да көмегі қажет болуы мүмкін. Балықтар, ойы сізбен бір жерден шығатын жақтастарыңызды іздеуге қолайлы күн. Бүгінгі күні сіз көп адамдармен ортақ әрекет жөнінде келісімге келе аласыз және қажет болса түк істемей, қол қусырып әріктің артын бағып отыра беретін адамдардың өзінде көндіре аласыз. Ұзақ уақытқа созылатын іскерлік қарым-қатынастарға қатысты ұсыныстардың да түсуі ғажап емес. Жеке қарым-қатынастарыңыз ойдағыдай болады. Алайда кей жағдайларда жақын адамдарыңыздың сізді толық түсінетініне күмәнмен қарайсыз. Маңызды әңгімелесулерді қозғауға асықпағаныңыз жөн. Осылайша сіз жақын адамдарыңызбен ұрысып қалу немесе сөзге келіп қалу сынды жағымсыз жағдайлардан өзіңізді сақтай аласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.